Сәлеметсіздер ме? Екінші сабақ күн шыққанда. Мақал-мәтелдерді түсініп оқы, бәріне ортақ болатындай тақырып ойластыр, оны түсіндір. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл. Күш білімде, білім кітапта. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Бұл мақал-мәтелдердің ортақ тақырыбы білім. Екінші тапсырма, өлеңді тыңда. Күн шыққанда. Шырт ұйқыда жатқанда шырылдайды торғайым. Ұйқын ашты, оятты. Мал масайрап өрісте, құрт құмырсқа бәрі істе. Тұр көкешім, күн шықты. Қалыпсың ұйықтап қарағым, қаладау сенің сабағың. Жуын жүгір мектепке, ашасың көзді сабақтан, аласың білім кітаптан, боласың адам мектепте. Бұл ақын Ілияс Жансүгіровтің өлеңі. Ілияс Жансүгіров ақын, аудармашы, драматург. Ол 1894-1938 жылдары өмір сүрді. Алматы облысының Ақсу ауданында туған. Балаларға базарлық мектеп атты кітаптары бар. Бесінші тапсырмада ақын ойын түсіндің бе? Қорытынды ой айтылған жолдарды тауып жаз деген тапсырма берілген. Қорытынды ой бізде: ашасың көзді сабақтан, аласың білім кітаптан, боласың адам мектепте деген осы соңғы шумақты алуымызға болады.